Түраралық будандастыру генетикасы ақыр іске асты. Кесіртке ДНК-сының көмегімен Фреддидің аяғы өсіп жетілді. Сыртта не болып жатқанын көріп келші. Ұзақ ізденістің нәтижесі. Енді маймылдарға сынақ жасаймыз. Біздің бүйтіп жыбырлап жүруге уақытымыз жоқ. Жыбырлап? Ол кісі күте алмайды. Күтуіне тура келеді. Сынақты өзіне жасамасақ әрине. Оны айтып тұрғам жоқ. Онда не айтпақсың? Сынақты адамдарға жасау керек. Бірден. Өйтуге болмайды. Олай жасамай. Ондай болса ол өледі. Бәріміз де өлеміз. Норман Осборнда. Әңгіме аяқталған жоқ. Адамға сынақ жасау. Айтшы, ондайға өз еркімен кім келседі? Несі бар? Оларға тұмауға қарсы дәрі егеміз дерсің. Меніңше, қарттар үйінен бастаған дұрыс сияқты. Бұл әзіліңіз болар. Жоқ, әзіл емес. Ар тазалығы туралы 15 жыл бұрын ойлануымыз керек еді. Нені меңзеп тұрғаныңызды түсінбедім. Ричард Паркер болса бір сәрі, сіздің қолыңыздан келмейді. Сол жолғыдай. Оған менің қатысым жоқ. Питерге де дәл солай дедіңіз бе? Түсінсем бұйырмасын. Әлде түсінгіңіз келмейтін шығар. Есіңізге салайын олай болса. Ричард Паркер де сол кезде дәл сіз сияқты осы сөздерді айтқан. Доктор Коннорс, уақыт өтіп барады. Мен... Олай ете алмайым. Жарайды. Формула қолда, не деген мен. Енді армандаған қолыңызбен қоштаса беріңіз. Жұмыстан шығарам. Ертеңге дейін кеңсені босатыңыз. Ойыншықтарыңызды оңай тартып аламыз. Көрдіңіз бе? Солай ма, Фредди? Сәлем. Сәлем. Қалайсың? Қайда барасың? Дүйсенбі ғой, сабаққа. Жоқ, сейсенбі. Сейсенбі? Көзіңе не болған? Не? Көзің қас көбек. Жай ішейін. Жай бөрткен шығар. Дереу дәрігерге қарал. Үху. Сибасы ұнай ма? Балықтың түрі. Үху. Я, білем. Білмеймін. Егер қаласаң, мына жерге кешке таман кел. Сағат 8-де. Мамам балық пісіреді. Солай. Айтқандай, 2016 пәтер. Жазуды ұмыт кеттің ғой. Ұмытпаймын. Жарайды. 2016.